төлейтінбіз қаншама адам. Мына жерде мен сіздерге жалпы отбасы банктің жеке кабинетіне шолу жасағым келеді. Егер сізде депозит жоқ болса, міндетті түрде ашыңыз, теңге тиыннан бастысы жинау керек. Және де 2014 жылы мен ең алғаш шот ашқан кезде комиссия төлейтінбіз қаншама адам. Ол кезде мен комиссия 5500 11.000 теңге төлегем, жай ғана комиссия. Ал кейіннен барлығы тегін, сондықтан онлайн да ашады қазір депозитті. Сондықтан онлайн ашып алыңыздар. Бастысы альтернативный код деген нәрсе бар. Соны ұмытпаңыздар деп айтқым келеді. Жалпы жеке кабинетке кіргенде сіз сотовый номер, сосын кодпен парольмен кіресіз. Мінекей менің шотым займ дейді, мен үнемі айтамын. Мен Жилстрой Сбербанкпен 2 үй алғанмын. Екеуінде де міне тұр займ деп байқасаңыздар, әлі қарызым бар 5 миллион, міне 4 почти, мынау да 5 миллион, 10 миллион қарызым бар. Кейбір адамдар айтады ғой, ойбай Жилстрой дәулетке үй алып береді, ана мынау дейді. Былайша айтқанда атасының басы. Отбасы банк маған ешқандай үй алып берген жоқ, барлығы өзім бар дүниемен, өзімнің әрекетіммен 50-50, сол опымды 16-ға жеткізіп, бір үйді алған кезде, екінші үйді алған кезде депозитке шот сатып алып, мысалға опы сатып алып дегендей, сондай мүмкіндіктерді пайдаланып, мен 5%-пен мынау өзім опым 16-ға жеткен кезде 14 миллионның үйін табыс көзін растамай алғам, одан кейін 2 бөлмелі үйді алғанмын мысалға. Сөйтіп мен үнемі айтам, оқырмандарға да, бірінші үйді мен наличкаға алғанмын, 2018-де мына баспанаға бағытта айтпай жатып тұрғанда, одан кейін екінші, үшінші үйді Жилстроймен, төртінші үйінде Аллаға шүкір наличкаға алғам. Бірақ кейбір адамдар айтады, әрине, ой Дәулет, там ақшам бар ғой, неге сен мынаны құтылып тастамайсың, мен өзім таныстарымды айтып жатады. Бірақ мен оған асықпаймын, себебі мен 5%-бен алғам ипотеканы. Ал елдегі инфляция, ақшаның құнсыздану деңгейі 9%. Мен не үшін 10 миллионым болса да, мен банкты байытқым келмейді. Лучше 10 миллионым менде басқа банкте депозитте жататын болса, маған ол шамамен айына 90 мың теңге береді. Лучше мен 90 мың теңгені сол түскенді мына жаққа алайын. Одан кейін ипотека айына қанша 201 бәле теңге шығып тұр ғой общий. Сонда мен тек қана 101 нәрсе теңгемді ғана шығарам, былайша айтқанда. Мен енді экономист ретінде барлығын есептеймін. Сондықтан мен шынымды айтайын, асықпаймын бұны. Себебі мен 5%-бен ал. Мен түсінемін, егер де мен ипотеканы там 20%-бен или там 15, 18, 40%-бен алатын болсам, әрине ойбай, мынаның бәрін құтылу керек деп. А мен 5%-бен ғана алып отырмын. Опыным 16-ға жеткіздім, самый кайфы да. Сондықтан мен оған асықпаймын. Сондықтан міне көріп тұрсыздар, мен отбасы банк ешқандай менің ипотекамды төлеп атқан жоқ, ешкім маған үй алып берген жоқ, барлығы өзімнің әрекетіммен. 2014 жылы шот ашып, мен бұл банкпен қырылғанмын да, кейін Алматыға Алматыдан үй аламын деген кезде кейбір айтамын ғой, көп оқырмандар ойлайды, осы мен банкты пиарить етем, там Дәулет банктен ақша алады деп. Бір тиын алмай, мен керісінше міне ипотекамды жауып отырмын да. Сондықтан мен бар нәрсені айтамын. Әрине отбасы банкпен бүкіл мемлекеттік бағдарламаның барлығы отбасы банкпен жүзеге асып жатыр, және де отбасы банк өзі бөлек институт болып жатыр, бәйтерек холдингтен бөлініп. Сондықтан бұл нағыз социальный дейді ғой, халықта 5%-бен, мен Әзірбайжанда болдым, Әзірбайжандар өте қызықты. Әзірбайжанның өзі мемлекет нұрлы жерді бізден көшірген екен, оларда да сондай система бар да, госпрограмма. Сондықтан бүкіл мемлекеттік дүние, әлеуметтік бағдарламаның барлығы отбасы банк арқылы болып жатқаннан кейін, әрине Жилстрой туралы айтасың, одан басқа нені айтасың. Жилстрой туралы мен айтпасам, менің баспанаға бағыт сабақтарым тек 2-ақ дүниеден тұратын еді. Жилстрой, 7-20-25 Freedom Finance'ның цифрлы ипотекасы болды. Басқа ішінара дүние болды. Айтатын дүние қалмай қалады. Бақытты отбасын айтпайсың, шаңырақты айтпайсың, 50-50-ді айтпайсың, жас отбасын айтпайсың. Айтатын дүние жоқ. Онда баспанаға бағыт деген вообще проект тоқтайды. Сондықтан дұрыс түсіну керек. Бұл банктен мен ешқандай ақша алмаймын, как иесі айтып отыр. Енді қараңыздар, мынау енді депозиттің ішкі құрылымына келетін болсақ, мен енді 2014-тегі ашқан шотымды мен жапқанда ішіндегі ақшасын алып, шотын алып, одан кейін мына үйдің біреуін алғанмын, одан кейін жаңағы екінші үйді депозит сатып алып алғанмын, мынау жерде тұр. Одан кейін мен қайтадан шот аштым, мінекей 2019-да Жилстройға жина деген сабақты да қараңыздар, ол жерде де мен осындай бір артықшылықтарды да айтып өткенмін. Бастысы ашып қойып, әйтеуір бар ақшамды бейтіп салып жинақтай беру керек. Бұл жерде жеке кабинетті ең ұмытпайтын нәрсеңіз жалпы альтернативный код деген нәрсе.
көрдіңіз бе, әркімдікі ол әртүрлі. Өйткені Каспий банктен немесе терминалдан салған кезде альтернативный кодты нетесіз, теріп ақша аударасыз. Сосын кейбір адамдар жазып жатады, мынау менде срок 36 ай деп тұр, менде 72 ай деп тұр. Неважно, мән беретін нәрсе емес. Сосын мына жерде опять бар, ГСВ 14-те 40, ставка 2%, сонда бұл қалай? Мен сонда үй алсам 14% болып кете ма деп менде шулауыма болады. Жоқ, ол да мән беретін нәрсе емес. Сіз уже білесіз, опыдан, егер де сіздің опыңыз 16-ға толмай вторичка үйді алсаңыз, 8,5% бастапқыда бүкіл үйдің суммасын есептеледі. Егер жаңа үй алатын болсаңыз 7%, ал егер де опыңыз 16-ға толып жатса, онда 5%-бен аласыз. Опыт туралы сабақта оның барлығы айтылған болатын. Сондықтан осы нәрсені ескеріңіздер, жеке кабинеттен бас ауыртатын нәрсе емес. Сосын мен нем айтам, договорная сумма ол үйдің бағасы деймін. Мысалы, мен договорная суммам 13 миллионға аштым, бірақ мен алғым келетін үйім вдруг 20 миллион болып кетеді, вдруг 15 миллион. Ол өзгере беретін нәрсе, ол да бас қатыратын нәрсе емес. Бас қатыратын нәрсе, вот сіз ай сайын мына ақшамды қайда жинаймын, қашан салам деген сияқты, мынау ежемесячный взносты көрсетіледі. Бұл да қатты бір, кейбір адамдарда бар, осы ежемесячный взнос договорный суммасы аз болғандықтан 15 мың ғана көрсетіп тұрады, кейбіреуде 20 мың көрсетеді, тек қана 20 мың салатын адамдар бар. Жоқ, ақшаңыз бар ма, көбірек сала беріңіз, сала беріңіз, сала беріңіз. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан ол қатты бір не емес, қорқатын дүние емес. Сосын кейбір адамдар болады, дата открытия 2019, скоро 3 жыл болады, 3 жыл болған кезде кейбіреулер айтады, ойбай, маған 3 жыл болып қойды, мен не істеймін дейді. Ол автоматты түрде пролонгация деген нәрсе бар, ол да қорқатын дүние емес. Міне, мынау менің жеке кабинетім. Одан кейін міне мен қызымды айтам, ұлымды айтам, счет ашқанмын. Мен қызыма, оны да көрсетейін сіздерге, мен былайша айтқанда тығып қоятын, жасырып қоятын особо ештеңем жоқ. Қызыма мен қателеспесем, вот туылған жылы 2016-да ашқанмын. Қызым енді Жамбота августта дүниеге келген, бірақ кейін әйтеуір жылдың аяғында ашып, мемлекеттік премия, міне әйтеуір жыл сайын премия алып жатырмыз, Аллаға шүкір. Міне, бірақ теңге тиыннан деп мен уже қызыма 3 миллион 100 бір нәрсе теңге жинап тастаппын, Аллаға шүкір. Ежемесячный 32 мың дейді, мен кейде 40 мың салам, кейде 20 мың салам, ол қатып қалған нәрсе емес. Главное, қызым әйтеуір может 10 жасқа келгенде, может 12 жасқа, может 15, может 18 жасқа келгенге дейін әйтеуір жинай берем. Главное условие 50-50. Бұл жерде маған жиналып жатқан опы, бірақ енді қараңыз, опы менде 24 күшті көрсетіп тұр, бірақ договорная суммам 6 миллион болып тұр. Ол өте аз, өйткені договорная сумма үйдің бағасы. Мына жерде тариф деген бұрын болатын, счет ашқанда Кемел, Өркен, бір болашақ деген бір тарифтер болатын, қазір ол жоқ. Тек қана бір ғана тариф, баспана, ол бас ауыртатын нәрсе емес. Бұл жердегі, қалай айтам, қорқатын, шошитын дым ештеңе жоқ. Главный, ақша саласыз да жинай бересіз, болды. Қазақша айтқанда, сол бір мәнісі болады түбінде. Міне, көрдіңіз бе? Менде жаңа ГСВ 14 көрсетті, қызымда 5-те 25 көрсетті, ол бас қатыратын нәрсе емес. Даже вот қызым уже счет ашқанда 5 жылдан асып кетті, 3 жыл айттым, главный ауыса береді. Бұл жердегі бізге керегі не? Вознаграждение, міне. Опы өсіп жатыр жайлап. Бірақ мына нәрсені ескеріңіздер. Менің қызымның опысы қазір 24-те 9 болып тұр. Мен договорная сумма ол үйдің бағасы. Мен 6 миллионға үй таба алмаймын. Мен аламда договорная сумма ол үйдің бағасы, ол автомат түрде система. Договорная суммамды мен 12 миллионға ауыстырған кезде менің опым не болады? 2 есе төмендейді де, опым менің по факту 12 болады. Значит, әлі 16-ға толған жоқ. Значит, мен 12 миллион үйін алу үшін 6 миллион жинауым керек ма? Менде 3 миллион 100 ғана. Мемлекеттің қайдамда госпремия бергені 5 жылда 401 бәле мың теңге. Мысалы 2022-де де премия түседі, тағы 101, в общем 500 мың береді деген сияқты да. Оның барлығын қосып мен 3-те 6 миллионым ғана. Значит, әлі де жинау керекпін деген ой. Сондықтан бұл жердегі жеке кабинеттегі ең бір қарайтын дүние альтернативный код. Және де сіз білуіңіз керек, договорная сумма, жаңа кейбір оқырмандар бар, банкке барады, осылай мысалы, мен қызымды апарып, там өзімді әкесі ретінде барып, опым 24 болып тұр деймін де, мен ертеңгі договорный, ол айтады, банктың менеджері, договорная сумма ол үйдің бағасын автомат түрде өзгереді, үй алатын кезде. Сөйтеді, мен договорная суммам 12 миллион қылдырам, 12 миллионға бір бөлмелі үй таптым делік, да, примерно мысал ретінде айтып отырмын. Сөйтемде договорная суммамды мен 2 есе көбейтем, опым мына жерде 2 есе түсіп кетеді, 12 болып қалады. Сосын мен айтам, қалай ол, мен сіздерге келгенде 24 еді ғой, ана менеджер оңбаған, менің опымды же қойды деп кейбір талай хаттар келеді. Ешкім сіздің опыңызды жемейді.
банктың менеджерлері былайша айтқанда жемқор емес, жеп қоймайды сіздің опыңыз. Бұл математикадағы пропорция. Теңдік орнайды и все. Теңдеу. Былай теңеседі, пропорция и все. Мысалға, енді қараңыз, мен жарайды 12 миллион үй таппаймын делік Нұр-Сұлтаннан, там центрдан. Мен не істеймін? Мен 18 миллион үй таптым бір бөлмелі. 3 есе договорная суммам 3 есе көбейген кезде мына жердегі опым 3 есе төмендеп кетеді. 8. Значит, опым мен әлі 16-ға толған жоқ. Мен с подтверждением доходов үй алам деген сөз да, мысалға. Енді мен мына балалар депозитіне қатысты сабақты міндетті түрде қараңыздар, себебі балалар депозитінде екі түрі бар. Мен тек қана мына бір түрін ашқам, арнауды мен ашпағам. Ал арнауда ол балаңызға 18 жыл жинайсыз. А мен арнауды ашпағам, кәдімгі простой депозит ашқам. Бұның артықшылығы, мен қызым 18-ге толмай-ақ мен үй ала берем. Өзім бұл қызымның депозитін өзіме қосамын, как семейный пакеттің артықшылықтарын пайдаланып, әйелімде де, Лаурада да бар, мысалға Пончикте. Сондықтан мінекей осындай нәрсе жеке кабинетке қатысты. Бастысы альтернативный код бар, сосын сотовый телефон бар. Мына жаңағы шыққан кезде міне выход, мына жерге сотовый телефон, өзіңіздің пароліңіз. Дәл осы нәрсені приложенияда да скачать етіп аласыз. Соткадан да мен мінекей так, отбасы банк деген приложение бар. Сол отбасы банкпен тура осы нәрсені көре беруге болатынын ескерткім келеді. Мінекей депозит, опы деген былай. Опы, ішіндегі ақша, барлығы бәрі болады. Сондықтан үй алу үшін не істейсіз? Ақша жинайсыз. Тек қана ақша жинай беру керек. Қайталап айтам, мемлекеттік бағдарламамен үйдің кезегінде болсаңыз, мына жер шығып жатыр ғой, шаңырақ, бақытты отбасы, анау-мынау деген сияқты, әр сабақтарда да оны айтылған. Бірақ мемлекеттік бағдарламамен үйдің кезегінде тұрып үй алам десеңіз, первоначальный взнос 10%. Қалған жағдайдың барлығында сіздің атыңызда үй болса, үйдің кезегінде тұрмасаңыз да, мысалы 50% жинайсыз. Қалған жағдайдың бәрінде 50%. Кейбір оқырмандар күйдіреді, 30% сонда жоқ па, 40% жоқ па дейді. Жоқ. Тек қана 10%, если үйдің кезегінде тұрсаңыз, мемлекеттік бағдарламалар арқылы, немесе 50%. Былайша айтқанда простой смертныйлар деп мен оны әзілдеп айтам. Сондықтан 50%-ға жинау керек, тырысу керек. Мен өзім айтып отырмын ғой, 2014-тен бері жинап, бүкіл система, құдай банкпен де қырылдым, Алматыда да қырылғам, осы банктермен Астанада да көшіп келгенде қырылдым. Сосын осы дүниенің барлығын оқып алып, тоқып алып, елдерге айта бастадым. 2018-де баспанаға бағыт деп үлкен бұл проект болып шықты. Сондықтан осындай мәселе, жеке кабинет ол ішіндегі дүниеден қорқатын нәрсе жоқ. Қорқатын нәрсе, главное, ақша жинау керек. Болды. Сала бересіз, главное, мына жердегі логиніңіз ол сіздің сотовый телефоныңыз, пароліңізді ұмытып қалмаңыз. Ол пароль, кәдімгі туған жыл, мынау любой пароль қоя бересіз. Қысқасы осы, ақша жинаңыздар. Үйлеріңіз көп болсын.